Армандарым орындалса екен деген адамдар тыңдасын. Сәлем бәріне, мен Жасмин Жорабай. Арман қуып Америкаға келдім. Бұл нәрсе бір сәтте орындала қойған жоқ. Қанша армандадым, әрекет жасадым, мақсат еттім. Соңында міне жеттім. Енді осы рилста армандарымды қалай орындасам болады деген жандарға бір-екі кеңес бергім келеді. Мен байдың қызы емеспін. Ауылда қарапайым отбасыда өстім. Қарапайым ауылдық жалпы орта мектепте оқыдым. Кішкентайымнан арманшыл, өте қиялшыл болдым. Өмір деген керемет, барлық армандарым орындалып, шалқып өмір сүрем деп ойладым. Бірақ 11 сынып бітірген соң ұбт-дан өте аз балл жинап, грантқа түсе алмай, қатарластарымнан қалып кеткен кезімде менің көзімдегі розовый очкиім шешілді. Өмірден түңіліп, барлық адам жаман көрінді. Бұл оқиғадан мені құтқармаған ата-анама ренжіп, өзімді жертва қылдым. Бірақ уақыт өте келе түсіндім, өмірдің жауапкершілігі тек өзімде екен. Арманға мүлде сенбей кеткен мен қайта армандап бастадым. Расымен де менің арманым не? Мен нені қалаймын деген сұрақ қойып, өзімді әбден зерттедім. Солай менің жаным шетелге шыққысы келетінін шынайы ұқтым. Қай елге, қалай шыға аламын деген сұрақ қойдым. Сонда Алла маған жауаптарды беріп, жолдар көрсете бастады. Сол арманға жету үшін менің күн сайынғы әрекетім орасан зор екенін түсіндім. Содан бастап, Алла, мен арман өміріме жету үшін бар уақытым мен энергиямды беремін. Сен маған сол арман өмірді берші деп күн сайын азанда ерте тұрып, прогулкамды жасап, армандарымды күнделік бетіне түсіріп, сеніп жүрдім. Бұнымен әрекет біткен жоқ. Жалғасы келесі видеода.